Мемлекеттік рәміздер. Бұл біздің мемлекетіміздің, біздің егемендігіміздің берік негізінің бірі. Конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1992 жылғы 4 маусым күні Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы туралы тарихи заңдарға қол қойды. Егеменді елдің әрбір азаматы құрметтеуге, мақтаныш етуге тиісті ресми рәміздері бар. Біздің мемлекетіміздің рәміздері ту, елтаңба, әнұран.